Ұлттық кітап күнінде үздік оқырмандар марапатталды. Ойы озық оқуға құштар отбасылар анықталды. Сондай-ақ кітап құмар студент, креативті оқырман, жылдың үздік оқырманы кітапхана жанашыры атты номинациялар бойынша жүлделер тапсырылды. Олармен тілшіміз Құндыз Маршал танысып қайтты. Алтынгүл Райханқызы бүгінгі шараның жеңімпазы. 5 жылдан бері отбасымен бірге кітапхананың тұрақты оқырманы. Әдебиеттің арқасында өзінің дүниетанымы кеңіп, балаларының да білім деңгейі көтерілді дейді. Осындай номинация алғанға өте қуаныштымын. Өте көп оқулықтар оқимыз. Мен өзім педагогпын, шәкірттерімді әкелем бұл жерден. Соңғы 2 жылда елордада 25 кітапхана бастан аяқ жөнделген. Олардың қоры 800 мыңнан асты. Биыл да зерттелген және сараптамадан өткен жақсы талапқа сәйкес әдебиеттермен толықпақ. Жаңадан 9 кітапхана ашылды. Жалпы қаламыздың библиотекалық жүйесінде, кітапханалар жүйесінде 25 кітапхана жұмыс жасап жатыр. Былтырғы жылдың нәтижесі бойынша 900 мың оқырман келіп, білім алып, өзінің ізденістерін тауып жұмыс жасап жатыр. Мәдени шара аясында ауқымды кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Мұнда отандық және әлем әдебиетінің жаңа басылымдары, сирек кітаптар мен мерейтойлық авторлардың еңбектері ұсынылған. Жалпы экспозицияға 300-ден астам кітап қойылған. Кітап мерекесі құтты болсын. Астана әкімдігі мен Астана жұртшылығы үлкен үлгі болатын істер атқарып жатыр. Осының бәрі еліміздің болашағы үшін атқарылып жатқан тірліктер. Кітап оқу тек білім ғана емес, ұлттың рухани қазығы. Ал мұндай бастамалар оқырман мен кітапхана арасындағы байланысты нығайта түседі. Құндыз Маршал, Шалқар Шоқбай, Жібек жолы.